Мен екінші А сынып оқушысы Айдын Айсезім Еркебұланқызы. Менің оқыған ертегім Жеті лақ ертегісі. Ертеде бір ешкі мен жеті лақ орманда тіршілік етіпті. Бірде ешкі орманға жиналыпты. Есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып орын алғанда есікті қағам. Лақтарым, шұнақтарым, есікті ашыңдар. Аналарың сендерге сүт әкелді деп ән саламын дейді. Осы кезде ешкінің үйінің жанында аш қасқыр жүреді. Ол лақтарды алдамақ болып, олардың жалғыз қалғанын күтеді. Қасқыр ісмер адамға келіп, дауысын жеңішке қылып беруді сұрайды. Ісмер адам таң-тамаша болып, бірақ дауысын қағып жеңішке қылып береді. Қасқыр жеңішке даусымен ешкінің үйіне келеді де әнін салады. Лақтарым, шұнақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әпкелді деп айтады. Лақтар есікті ашты. Қасқырға керегі сол еді. Ол деген бірінен соң бірін жеп қояды. Тек бір лақ тығылып үлгереді. Ешкі үйіне келген кезде үйінің есігі ашық тұрады. Үйіне кірген кезде тек бір лағын ғана табады. Ешкі қатты қайғырып жылайды. Егер сен менің лақтарым жемесең, сен шұңқырға оңай секіріп кетесің дейді. Амал қанша оған қиын болса да, ол секірді. Қарны жарылғаннан кейін лақтары орғып шықты. Лақтар аналарымен табысып, бақытты өмір сүреді.